Қазақтар жаңа жылды қалай атап өтеді? Всем привет! Менімен бірге болыңыздар. 2024 жылда жаңа жылды қалай атап өткенімді сіздермен бөлісе кетейін. Байқайсыздар ма? Жаңа жылда жай уақыт өте келе басылып келе жатқандай, бұрынғыдай бала кезіміздегідей жаңа жыл дүркіреп, как будто біздің мерекеміз сияқты атап өтетініміз. Көршілерді таңға дейін аралап, мамаларымызбен бірге жүруші едік қой. Сол кездеріңіз есіңізде ме? Ал қазір керісінше, қазір біреудің үйіне кіруге қорқады. Қазір бәрі телефон аңдаған заман ғой. Оның күлетін ештеңесі жоқ, бірақ бұл біздің мереке емес десек те, бәрібір атап өтеміз ғой. Неге? Әдеттегідей сол күні дастарханымызды жайып, кешкі тамағымызды, шашлығымызды пісіріп, 12-ні күтіп, әдеттегідей 12-де атылатын салютты күтіп, кәдімгідей өзіміздің қазақтың мерекесі секілді атап өтеміз. Неге осы 20-ші наурызды дәл осылай атап өтпеске? Мына салютты да алғымыз келмеген, бірақ баламыз үшін, баламыздың көтеріңкі көңіл-күйі үшін осы салютты алып аттық. Бірақ жан-жақтағы көршілеріміздің бәрі атып, біздің салютымызды қолымызға ұстап, бәрі атып болғанша ұстап тұрдық. Көршілердің бәрі сыртқа шығып барып, олардың салюттарын тамашалап, менің балам мәз болып тұр ғой. Әдемі көрініс, әрине. Бірақ балам көп салют атылып кеткесін ба, қорқып, мама деп. Ал сіздер жаңа жылды қалай атап өттіңіздер, жазып кетіңіз. Және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар.